Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Барлықтарыңызға белгілі, 2020 жылы үкімет қаулысымен бекітілген 10 тамыз Абай күні мерекесі жыл сайын аталып өтіледі. Соған орай кітапханамызда да әртүрлі форматта, әртүрлі мазмұнды іс-шаралар жоспарланып өткізілуде. Соның бірі бүгінгі менің эфирім Абай Қазақстанның ұлы ақыны деп аталады. Сондықтан әңгімеміз ұлы Абайдың лирикасы мен поэмаларына арналады. Мәдениетті, жаңа бағытты ақын Абай қазақ тіршілігінің қай тақырыбын жырласа да, өз алдындағы қазақ поэзиясының атақты саналған Бұқар, Дулат, Шортанбайлар сияқты жазбайды. Тұтас өлең түгіл, оларды қайталап, не олардың үлгісіне түсіп жазған бір шумақ өлеңінің өзі де жоқ деуге болады. Өлеңіндегі тіл, кейбір теңеу, кейбір мақал және кейбір тақырып пен көңіл сезім сарыны соларға ұқсас болғанымен, әр кезде Абайдың ойы, өрісі, идеясы мен әлеуметтік арманы, мақсаты әлде қайда басқаша болды. Классик ақынның өзіне ғана тән болған өзгешелікпен айқындалып шығып отырды. 1882 жылдағы Қансонарда сияқты өлеңімен бастап, нені көріп, нені сезініп, нені жыр етіп толғанса да, бәрінде де әр дәрежеде реалистік шеберлікпен танытады. Өлеңнің өрнегі мен ізденгіш жаңалықтары соныдан соныға түсіп үдеп, өсіп отырады. Осы өлеңдегі табиғат көріністерін, өз сезімін және аңшылықтың қызулы, қызғылықты сәттерін сипаттағанда, Абай өзінің жаңаша қалыптасқан ақындық мәдениетін танытады. Бұл реалист ақын болғанда, орыс классик поэзиясының реалистік традицияларын өз бойына мол сіңіріп, жақсы меңгерген суретші ақын болып көрінеді. Қансонарда өлеңінде орыс халқының өмірінен, не орыстың классик поэзиясынан тұпа-тұра ауысып келіп, араласып тұрған ешбір белгі дерек жоқ. Бұндағы көретініміз қазақ халқы мекен еткен қыс туралы, табиғат, бүркіт салуға салт атқа мініп шыққан анық қазақтың аңшылар тобы. Ермек үшін еңбек еткен ширақ, сергек, қажырлы әрекет үстіндегі адамдар. Көпшілік елдерде бұл замандарда қолданбайтын бүркіт аңшылығы суреттелмек. Осы адам тобының мінездері, аңшылықтың тәсіл тәжірибелері, әр алуан динамикалық кесек әрекеттері толып жатқан ұсақ машық мерзімі тұтас қазақтың өзіне тән тіршілік болып шығады. Абайдың ендігі көпке мәлім елеулі бір өлеңі «Қақтаған ақ күмістей» деп аталады. Бұл өлең 1884 жылы жазылған. Өлеңнің тақырыбы қазақтың бой жеткен қызының сырт көрінісін, пішінін, мүсін келбетін суреттеуге арналады. Жас атаулы қызығарлық, сүйсініп тамаша етерлік, ерекше сұлу қызды сипаттайды. Қансонарда мен «Қақтаған ақ күмістей» Абай көбінше сұлулықты, жарастық келісімді жырлайтын эстет ақын болып танылады. Әлі әлеуметтік шындықты, халық басындағы ауыртпалықты соншалықты жырлайтын қоғам қайраткері Абай бұл өлеңдерінде көрінбейді. Бірақ Абайдың анық жазушы ақын екенін аңғарамыз. Бұнда сұлу әйелді сипаттауда ең алғашқы жолдан бастап айқын сезілетін тәртіптілік бар. Әуелі қыздың пішінін айтады. Әйелдің ішін пішінімен аралас жанды адам етіп беру қажет болса да, Абай бұл тұста өзгеше үлгі көрсетеді. Ол
сұлудың сыртқы портретін береді. Ал адамның пішін портретін арнаулы рет, әдіспен суреттеудің өзі де жазушы ақын айтарлықтай мәдениетті үлгі. Біздің байқауымызша Абай мұнда жанды, тірі адамды бейнелеудің орнына жансыз сурет беріп отырған сияқты. Суретшінің қағазға түсіріп отырған портреті айқынырақ сезіледі. Әсем сұлудың сырт көркімен қатар сезімін, ақыл мінезін, адамдық ішкі дүниесін беруді ақын ескермейді. Паспорттық сипаттау жасайды. Бұның себебі де бар. Дәл осы өлеңнің тұсында Абай әйел жынысына қазақы көзбен, әсіресе бой жеткен қызға феодалдық орта қарайтын көзбен қарағандай болады. Сол себепті сұлудың жүзін бізге айтып беріп отырған ақынның көзі көбінше қыз көре келген жігіттің, келін айттыра келген құданың көз қарасы сияқты көрсете білді. Келесі өлең 1885 жылы туған, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Ақынның сол 1880 жылдардың бас кездерінде ақындық жолында әр алуан түрде ізденіп жүргенін көрсетеді. Ізденуші Абай ең алдымен өзін жаңа үлгідегі ақын етуге жәрдемші болатын ғылымның жайын сөз етеді. Жасында оқыған оқуын анық ғылым екен деп танымайды. Көлемі аз ғана болса да, бұл өлең жасымда ғылым бар деп ескермедім Абайдың бұл уақытқа шейін жазған өлеңдерінен мүлде бөлек. Енді өзі бірталай оқып, өсіп, бар өмірін қайта ойланып, қатты сынап, мінеп өткен ойшыл ақынды көреміз. Білген сайын жеткеніне місе қылмай, асынып, зор ғылымға ұмтылғанын көре аламыз. Өзінің арманы мен іздеп тапқанын, болашақ буыннан шығатын қазақ жасына ағалық өсиетпен ұғындырғысы келеді. Анық үлкен жолды іздеп табуда өзінің кешіккендік өкінішін айта отырып, сол жастарды ойландырмақ. Тура жолға ерте күннен, жас шағынан түссе екен деп баулымақ болады. Бұл шығарма енді халықтық, адамгершілік, ағартушылық жөнінде үлкен қияға қарай жол тартқан жаңа ақынның ашық бейнесін көрсете бастайды. 1886, 1889, 1896 жылдар Абайдың ақындық, ойшылдық еңбектерінің ең жемісі мол, өнімді жылдары болды. 1886 жылы Абай 18 өлең жазған екен. Тақырып жағынан қарағанда бұл өлеңдерді бірнеше жікке бөлуге болады. Ең әуелі айқын көпшілігі қазақтың сол күнгі қоғамдық тіршілігіндегі сорақылық міндеріне арналған. Надандық, қанаушылық, кертартпа қайшылықтардың таңбалайтын қатты сын және өсиет өлеңдері. Бұл топ көбінше сыншылдықпен, ойшылдықпен айтылған, әлеуметтік тартыстың құралы есепті болған өлеңдер. Екінші бір жігі ат сыны, жаз өлеңі сияқты болып табиғат, жаратылыс тақырыбына арналса, үшінші жігі жас буынға арналған, интернатта оқып жүр, ғылым таппай мақтанба, жігіттер ойын арзан, бір дәурен кемді күнге деген сияқты өлеңдерін жатқызуға болады. Төртінші жіктегі өлеңдер көңіл күйінің лирикасы. Көңілім қайтты, патша құдай, көкбайға деген сияқты ақынның әлеуметтік тіршілігінен, ел надандығынан туған мұңды шығармаларын жатқызамыз. 1896 жыл шығармаларының ішінде әзірге біздің тоқтайтынымыз үш алуан тақырыптағы үш өлең. Олар малға достың мұңы жоқ, адамның кейбір кездері және бір сұлу қыз. Қазақ сахарасындағы Абай тұсындағы мал иесі байлардың барлығының тобына арнап айтқан ақындық қорытынды сияқты бір өлеңі малға достың мұңы жоқ.
Бұл ортаның тойымсыз, ынсапсыздығын, ардан кешкен алымпаз аярлығын, қомағай топастығын Абай өткір сынмен ашады. Бұрын ақын байлар тобын жалпы болыстармен қоса айыптап отырса да, кей-кейде солардың араларынан тәуір дерлік момын бай дегендерді бөліп сөйлейтін. Ал мынау өлеңінде Абай барлық байлар туралы тұтасқан жиреніш, сыншылық ойларды өрбітеді. Онысы қоғамдық мол мазмұны бар үлкен шындықты көрсетеді. Көпшілік еңбекші бұқара көзімен қарағанда, осы тұста анық, айқын таптық сынды танимыз. Байлардың сорақы, құнсыз кескінін Абайдың дәл осы өлеңіндей ащы тілмен аяусыз әшкерелеп берген қазақ ақыны болған емес. Ендігі бір өзгеше өлеңі адамның кейбір кездері. Бұнда Абай және де ақындық жайын толғайды. Бірақ оның бұрынғы айтып жүргенінен тағы да басқаша зор мәдениетті, ірі шеберлік тауып жырлаған толғауын көреміз. Абай бұл өлеңінде шынайы ақындық шабыт түсіндегі шарқ ұрарлық өскелең халді алады. Еліктеу жоқ, бірақ өз түсінігімен, өз тілімен көріктей берген осы өлеңінде Абай Пушкин дәстүрін анық еске түсіреді. Орыстың ұлы классигі жазған поэт және поэту деген өлеңдеріндегі ақын шабыты турасындағы аса биік саналы түсініктер Абайдың өлеңінен анық бой көрсетеді. Тақырыбымен сол тақырып сыншыл шеберлікпен қалыптасуда осы жылы туған орны бөлек үшінші өлең «Бір сұлу қыз». Бұл жырда Абай қазақ әйелінің еріксіздік, күндік күйін арнаулы тақырып етіп қолға алады. Өзінің алғашқы екі шумағын аңыздай бір тақырыпқа арнайды. Етімді шал сипаған құрт жесін деп, жартастан құс құлапты терең суға, деп аяқтайтын жолдар шалға тигісі келмеген жас сұлудың трагедиясын қысқа баллада тәрізді баян етеді. Осы жай барлық өлеңге кіріспе болумен қатар, өзіне өзек тақырып береді. Қазақ әйелінің халінде шалға еріксіз тиетін, мал күшімен, зорлықпен кететін жас әйелдер жай айтылады. Әмеңгерлік, жастай құда болушылық, жалпы малға сатып алушылық, жастар тең болғанда да сүймегенге берушілік, осы сияқты толып жатқан әділетсіздік дерттері, сан сорақылықтары Абайдың осы өлеңінде түгел айтылмайды. Көбінше өлеңдегі ой өзінің сыншылдық зәрін жас айырмасына ғана арнағандай болады. Әрине, Абайдың заманы үшін оның осы өлеңнің өзі де өзгеше тарихтық бағасы бар өлең екенін ұмытпауымыз керек. Шеттеп тисе де қазақ әйелінің сол замандағы мың батпан болған ауыртпалық халін гуманистік, сыншылдық тұрғыдан қарап, ең алғаш рет өз елінің әдебиетінде сөз қылушы Абай ғана. Енді ақынның поэмаларына тоқталсақ, оның түп нұсқалық үш шығармасын айтамыз. Ол Мақсұт, Ескендір және Әзім. Бұл үш поэманың бәрі де ақынның қазақ өмірінен, соның ішінде бұрынғы шығармаларындай өз ортасы, өз дәуірінің болмысынан алынған шығармалары емес. Үшеуі де шығыстық дастан аңыздардан немесе ертелік тақырыптардан алынған сюжеттерге құрылады. Ең әуелгі поэманың кейіпкері Масғұт, оның тіршілік еткен шаһары Бағдат, заманы Харун Рашид халифтың тұсы. Ақынды шығарманың ішінде қызықтыратын бірақ кейіпкердің Масғұттың жайы ғана. Сол Масғұтты бірнеше ерекше халдерге, уақиғаларға ұшыратып барып, Абай оған үлкен сапалы адамгершіліктің қасиеттерін бітірмек болады. Бір жағынан қарағанда, Масғұт қай заманның адамына болмаса да, Абайдың ұғымынша үлгі боларлық, жоғары дәрежедегі ұжданды адам, адамгершілік тұлға бейнеленеді. Түп идея Арабстанда болған оқиғаны айту емес, Абайдың өзінің қасындағы
сол күнгі қазақстандық шындықтарды білдіруге арналғандықтан поэманың жаңағы аталған өлеңдік түрі идеялық мазмұнымен байланысты туған болады. Екінші поэма Ескендір. Шығыста Ескендір, орыс пен Европа елдерінің атауынша Александр бар дүние жүзі халықтарының аңыздарында, ертегі дастандарында ерекше орын алған адам. Аңыздар мен әдебиеттегі Ескендір жайы Абайдың мына поэмасының тұсында бізге төтелей жақын деректер береді. Барлық шығыс поэзиясында Ескендірдің сипаты зорайып, дәріптеліп, қастерленіп алынған болатын. Ал Абай поэмасына келсек, мүлде олай емес. Жасы әрең 21-ге келген, атыраптағы көрші елдердің бәрін бағындырмақ боп, оңды солды қастан көз тастап тұрған Жәһәнгер, қан төккіш патша көрінеді. Қанша алса да тоймайтын, қанағатсыз хан бейнесі беріледі. Сол тойымсыз, тыйымсыз әміршінің өз өмірінде жалғыз рет тылсым қуаты бар, жасырын сыры бар және жол бермес тас қақпаға кездесуі абайша үлкен мол мағынамен келтіріледі. Ескендір Абай поэмасында дәріптелмейді, керісінше сыналады. Оған ақылшы болған Аристотель өзінің әмірші патшасынан сонағұрлым биікте, анық қасиет иесі болып суреттеледі. Бұл Абайдың өзі айтатын афоризм: бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық деген терең сырлы нақылға дәл келтіріледі. Және айта кететін жайт, осы екі поэма, Масғұт пен Ескендір, биыл мерейгер кітаптар тізіміне еніп отыр және өзінің 135 жылдық тарихымен танымал болуда. Абайдың 1933 жылғы жинағында алғаш рет басылған бір поэмасы Әзім. Бұл поэманың тақырыбы «Мың бір түн» ертегісінен алынған. Бұл поэманың ішінде Абай қызықтырған тағы бір адам аяр шал болады. Сол шалдың кәсібі өзгеше. Қара тасты алтын ететін амалы бар. Осындай әрекет соңына түскен адамның жайы шығыста ертегі ғана емес. Химия ғылымы деп аталып жүрген алхимия жайынан туған неше алуан жасырын сырлы әңгімелер барды. Ондай әңгіме нанымдар шығыста ғана көп жайылған емес. Философский камень дейтұғын қара тас пен қара металды алтынға айналдыратын ғажайып сырлы бөлекше бір затты іздену орта ғасырлық Европада талай қиял ғажайып әңгіме, аңыздарды көп тудырған. Абай шығыс ертегісінің осындай өзгеше мән тартыстарына қызыққан болуы керек. Поэманың бастауына қарағанда, әкесі өлген жазықсыз, тәжірибесіз жас баланың аярға кездесіп алданған бейнесі көрінеді. Бірақ бұл поэма Абайда аяқталмай қалады. Өз уақытында аяқталған болса да, жалғыз ғана қолжазба болып, мезгілімен көшірілмей тозып шашылып кетеді. Сөйтіп соңғы бөлімдері жоғалып қалады. Сондықтан қолда қалған үзіндісі бітпеген поэма болып басылып жүр. Бұл алдыңғы поэмалардай ойшылдық, зор тәрбиешілік мақсаттар көздеп жазылған шығарма емес. Халық аузындағы әңгіменің өзін ғана барлық оқиғаны рет тәртібімен жеңіл етіп берудің талабы танылады. Осымен қысқаша талдауымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Абай мұрасымен танысып, зерттеймін деген оқырмандарымызды біздің асыл ордамызда күтеміз. Сау болыңыздар.